анасын жаяу Меккеге апарса жұмаққа кіретінін естіген Әділ қуанып кетті. Өйткені бұған дейін анасы үнемі сен ерекше баласың, жұмаққа кіресің деп жиі айтатын. Ал сен кіресің бе дегенде анасы Құдай шешеді деп жауап беретін. Әділ анасы жоқ жұмаққа барғысы келмейді. Сондықтан оны қажылыққа апаратын болып шешті. Сол кезде екеуі жәннатта бірге бола алады. Кеттік апау. Қайда ботам? Жұмаққа. Жұмақ туралы ойы Әділдің санасынан кетпеді. Күні түні апа кеттік пе? Апа қашан кетеміз деп сұрақ қоя береді. Райхан апа Әділдің ұсынысын шын қабылдаған жоқ. Ертең барамыз, ертең деп көңілін қимады. Сөйтіп алдап жүргенде ұмытып кетер деп ойлайды. Әділ досы Самирдің үйіне келді. Самирді анасы Мәскеуге шақырып жатыр екен. Оның қуанышында шек жоқ. Бұлай деп Әділ туралы айта алмайсың. Самир салған суретті ұстап, досын қимастықпен шығарып салады. Райхан апа құрбысы Хадишаға денсаулығының сыр беріп жүргенін жеткізді. Көрер күні аз қалғанын сезеді. Ана аңқау баласы үшін қатты алаңдайды. Жүрегі кіршіксіз таза баласы өзі жоқта қор бола ма деп қорқады. Құрбысына о дүниеге аттанып кетіп жатса, балаға бас-көз болуын өтінеді. Осы кезде Әділдің өзі де келіп, апа кеттік пе дейді. Райхан апа, бізде сөмке жоқ емес пе деді. Әділ сөмке тауып әкелді. Сол кезде анасы жүре алмайтынын айтып, аяғы жазылғанша күтуін өтінеді. Көп ұзамай Әділ арбамен келеді. Анасы жолға ақша жоғын жеткізді. Әділ қанша керек дегенге 200 мың сом деп жауап береді. Айтқаннан қайтпайтын Әділ жалғыз қойын сатуды шешті. Базарға келіп қойды 200 мың сомға сатам дегенде бәрі шек сілтесі қатқанша күледі. Тек Сапат деген адамнан басқасы. Оған жігіттің 200 мың сомды не істейтіні қызық. Әділ апасын жаяу Меккеге апаратын жеткізді. Сапат Әділді ертіп Райхан апаға келді. Сосын 200 мың сомды қолына тапсырады. Райхан апа басында ақшаны қабылдауға қарсы болды. Бірақ Сапат ұлының ниеті жақсы екенін айтып алуға көндіреді. Әділ Мекке туралы ұмытқан жоқ. Қашан барамыз деп кезекті рет сұрағанда, анасы Меккеге бармайтындарын тура айтады. Жол алыс, денсаулығым шыдамайды деп, жаңағы ақшаны ауылдағы мұқтаж жандарға таратып беруді шешті. Келесі күні Райхан апа зейнетақысын алуға келді. Ауыл тұрғындарының бірі Әділдің қойды 200 мың сомға сатқанын естіпті. Ол, зейнетақыны не қыласыз? Жаңа іс бастапсыздар ғой деп мысқылдап күледі. Осы кезде Райхан апа ашуланып, көрде тұрың, ұлым мені Меккеге апарады деп жариялайды. Осылайша ұлы жұртқа мазаққа қалмау үшін қажылыққа баруды шешті. Анасы мен баласы жолға шықты. Ауылдан шығар кезде Әділдің досы карта сыйлайды. Тұрғындар олардың шынымен де кетіп бара жатқанын көріп таң қалды. Көп ұзамай олар шекара арқылы Өзбекстанға өтеді. Жолай қарт әже ұлына сам салып бергісі келді. Сатушы қырғыз сомын қабылдамайды екен. Сондықтан жақын маңдағы айырбастайтын жерді көрсетіп, өзбек валютасымен келуін ұсынады. Райхан апа ақшасын арбаға жасырып жатқанда біреу көріп қояды. Қарт кеткесін ол Әділге келіп, қызының еміне қолдан келгенше жәрдем сұрайды. Ойында еш жамандық жоқ. Әділ бар ақшаны белгісіз адамға табыстайды. Әлгі адам қайтып келетінін айтып, осы жерде күттеп кетіп қалды. Райхан апа келіп ақшаның жоқтығын аңғарды. Сосын ұлының алданып қалғанын біліп сан соқты. Кеш түсті. Әділ әлі де манағы адамның қайтып келетініне сенеді. Райхан апа кейін қайтуды шешті. Себебі ақшасыз алда қиын болады. Бүгінше олар мешітте түнемек. Мешітте әже қызы үшін дұға жасап отырған бір әйелді көреді. Сосын оған қажылыққа бара жатқанын айтады. Келесі сценада бізге бағанағы белгісіз адамды көрсетеді. Сөйтсе ол мешіт имамының ұлы. Ал дұға жасаған әйел оның жұбайы екен. Қызы шынымен де нашар халде. Ол ақшаны қайтармақ болған, бірақ арбадағы жігітті таппады. Осы кезде әйелі мешітте Меккеге бара жатқан ана мен ұл барын айтып, мүмкін ақшаны соларға береміз деп ой тастайды. Имам анасын жаяу қажылыққа бара жатқан жігітті естіп таң қалды. Ол қонақтармен жеке кездесіп, бағыт-бағдар көрсеткісі келді. Қонақтарға кешкі ас бергесін ол Меккеге Түркменстан арқылы бару үшін виза керектігін айтады. Визаны шығартуға бір айға жуық уақыт кетеді. Оған қоса төлеу қажет. Оданша Қазақстан арқылы барудың дұрыс болатынын жеткізеді. Ары қарай Каспий арқылы Бакуға, одан кейін Түркия, Сирия шекарасынан өтіп, Сауд Арабиясына жетуге болады. Келесі күні екеуі Өзбекстан шекарасына жетеді. Шекарада біреулер есірткі салып жібермек болды. Бірақ сол жердегі қауын сатушысы оларды құтқарып қалады. Шекараны кескелі жатқанда біреу аманат ретінде өрт сөндіргіш құрал беріп жібермек болады. Бірақ Райхан апа күдіктеніп сәлемдемені алмады. Әлгі адам аңқау Әділге жалынып, оны көндіреді. Райхан апа ішінде не барын кім білсін, тастананы деді. Әділ бұл аманат қой деп өзінікінде тұрып алады. Осылайша жұп Қазақстанға жетті. Түркістаннан өтіп Ақтауға қарай жол тартты. Күн ыстық болғандықтан су таусылды. Қуанышқа орай жолда мейірімді адамдар табылып, керекті заттармен қамтамасыз етіп отырды. Түнде жүк көлік жүргізушісі олар